Бәрекелді айтқандарыңыз келсін. Ал енді мынау ақтары пак жүректің сыр тереңі дейді. Неге бүгін мен қолым сілтемедім? Ақтарың орамал болса меген, мінекей өздерің сияқты ағаларым маңдайын сүртередім демекші. Жаман әйелдің неменесін айтасың, жақсы әйелдің өнегесін айтасың демекші. Мінекей тілектің жарысы жеңгемізге де мінекей айтылып жатыр. Ал енді мына тойларыңыз құтты болсын деп сөзімізді ары қарай жалғастырамыз деп, мынау ұрық сипақтап тұрады дейді екен, соқыр сипақтап тұрады дейді екен. Сол айтпақшы, аз сөйлесең асабаға ақымақсың дейді екен, көп сөйлесең тақылдақсың дейді екен. Сол айтпақшы, айналайын көке, цементтен сорпа ашып келген адам сияқты қақимай сәлсе былай жібіп ортаға шығып, бір жақсы ниеттеріңізді айтсаңыздар. Ал енді Заманхан аға, білесіз ғой, мына бәрімізде ауылда өскен адамбыз ғой. Мына бізде ауылда жоңышқа деген шөп өседі көке. Сол жоңышқа деген шөпті дер кезінде ормаса еркектеп кетеді. Сол айтпақшы, мына жеңгелеріміз де еркектеп кетпесін деп мына сөздің кезегін араластырып берейік деп жатқаным ғой. Сөздің кезегі өзіңіздейші. Ал енді мына құрметті Асқар Толдай ағалар, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, қазір мына барлық жерде аренда ғой, мына жерде аренда, будкіде аренда, автобуста аренда. Сол айтпақшы, мына жасы 70-тен асқан бір атамыз осында Арыста тұрады екен. Сонда да әйтеуір мына зейнеткер болғаннан кейін бала шағаға бір нәрсе болсын деп мына былтыр Ағына деген жерден жер алып қауындарымыз егіпті ғой. Сөйтсе қауындары түскеннен кейін мына Жамбылдың жүгермектері дайнасқа еге болғысы келіп, мына Арыстың көпірінен өтсе көріп қояды, Арыстың суынан өтейік деп, Арыстың суынан келіп киіміміз су болмасын деп жаңағыдай арғы бетіне шешіліп бергі бетіне тыржалаңаш жүзіп өтіп кетті ғой. Сөйтіп жалаңаш жүріп қауындарымыздан теріп жүр дейді. Сөйтсе айдың жарығымен 70-тен асқан атамыз көріп қалып айқайлап жатыр дейді. Хой, жүгербектер, хой дейді. Жаздың күнді балдар топыраққа жатасың, үстелін бәрін көміп тастапты ғой. Сөйтсе біреу үлгере алмай қалып кетті, құйрығы ашық қалып кетті да. Сөйтсе айдың жарығымен жылт-жылт етіп жатыр дейді. Сөйтсе атамыздың көзі көрер-көрмес ары бері жақындап, атаң келеді балдар-ай. Сонда да бірлігін жеп кетті ғой деп айтады дейді. Сол айтпақшы, мынау ортаға шыққаннан кейін сіздерден бір жақсылап мынау жаңа коллективдер сіздер ғой, мына жердің шаңын аспанға, аспандағы шаңын жерге түсіріп бір билеп кетсін деп жатыр. Дұрыс па? Бәрекелді. Жақсы би болсын кәнекей. Коллективтер атынан. Кәнекей ортаға шығыңыздар. Құрметті коллективтер, бүгін той сіздердікі таң атқанша.
ортаға келіңіз, бер. Дәке, бер кезеңізші. Бер ортаға. Кәреге құрметті мынау, коллективдер ағайындар бір жақсы қол соғып қойыңызды. Мына жақсы билейтіндерді ескереміз аға. Мына сіздің бейіңіз маған өте олар. Сіз бейіңіз тура мынау Москвичтің коробкасы сияқты екен жаңағы. Мінекеңіз мына Ландия, Ирландия, Шотландия, Финляндия, Даниядан келген көйлек көке, бірақ текеткісі Ташкенттікі. Қамлауыңызды. Рахмет, бір жақсыдан қол соғып қойыңыздар кәнеке. Ал мына коллективтердің сұрауы бойынша бейіміз жүк болады кәнеке.